Дастан қазақ тілінде шықты ма, қалай болған? Ана тілінде шығу ұят емес пе? Иә, бірақ маған оның дым керегі жоқ сияқты. Біз физика, математика мектебінде оқимыз. Болашақта ғарыш кемесін ойлап табатын адамдармыз. Мен үшін болашақта тілдің дым қажеті жоқ. Тем более қазақ тілінде. Жүрегімде тек физика болған бар. Физика болмады ма? Иә, сен тілі дұрыс. Кеттік физика болмасын. Кері байланыстарымызды өткіземіз. Балалар, осы 7-ші сыныптың балалары физикаға қызыға ма? Физикаға? Иә. Қайдағы қызықтан? Олар ешқандай жауапкершілік сезінбейді. Бар қызығатын сол сотка телефон. Ал біз тас кезде ғана күнде азырында физика оқып, мұғалімдердің көзіне дұрыс түсіп, жоба жазып па? Тамаша. Ал енді сол 7-ші сыныптың балаларын физикаға қызықтыру үшін біз не істесек болады? Қандай көмек бере аласыздар? Мүмкін байқау ұйымдастырамыз. Тамаша идея. Байқау, жоба, байқау деген ол бір рет қана болатын нәрсе, оның ешқандай пайдасы жоқ. Одан да барлығымыз жабылып, түрлі таныстырылымдар жүргізейік. Ой, қойш, одан да оқушыларды бір-бірден бөліп алып, тәлімгер болды да. Иә, тәлімгер жақсы болады. Жоқ, тәлімгер дейсің ба? Сен химияда ғалым жөндеп алсай, содан алғанның барлығы жетіп ал. Мен ойымша оған қоса тағы мектепте әртүрлі постерлар, физика жайлы постерлар жазуға болады. Ол да жақсы ой екен. Ең дұрысы физика жайлы журнал шығарайық. Атын физика деп қояйық. Иә, айтпақшы, иә. Тамаша идея. Абылай, сіз не істеп отырсыз? Сенің ойың қандай? Кездесің ба? Мен ойымша әпкей, егер де журнал қызықты болса, мен оқитын шығармын. Онда журнал шығаруды мен өзім қолыма аламын. Сенеміз. Келісеміз. Жақсы. Олай болса, сіздермен бірге 2 күннен кейін кездесейік. Мен сіздерге сенемін. Сау болыңыздар. Жақсы балалар, көп еңбектенгендеріңіз көрініп тұр. Жалпы бұл журнал сәтті шыққан ба? Иә, әрине. Егер сендер 7-ші сынып оқушысы болсаңдар, бұл журналды оқыр ма едіңдер? Білмеймін әпке, мүмкін. Қай жерін өзгертер едіңдер? Нанобетон туралы мақала тым ауыр сияқты. Ал мен ойымша, мынау ядерлік физика туралы мақаланың тақырыбын өзгерту керек сияқты. Қалай өзгертеміз? Онда оның атын атом әлемін құтқарады деп қояйық. Өте жақсы идея. Негізі мақаланың тақырыбымен алғашқы бөлімі қызықты болса, балалар да оны қызығып оқитын болады. Солай емес пе? Жақсы, олай болса, келесі апта кездесейік. Жұмыстарымызды аяқтап кездескенше. Тарас, журналдың осы саны сәтті шыққан сияқты, Иә. Эх, қазақ тілі болмағанда не істейтін? Иә, Жасұлан, мен тоқтай келісемін. Тіл ғылымның тұғырлы тірегі. Ендеше журналымыздың келесі санын ұлы ақынымыздың Абайдың 175 жылдығына арнасақ қайтеді? Ол да бір ғажабы. Кеттік ендеше, жұмыс істейік. Жұмыс істейік.